Ас үйді жинап, ыдыстарды жуып жүрген сандуғаштың жанына ұзын бойлы, сымбатты жігіт жақындап келді. Сәлем, сәлем, тамағың өте дәмді болыпты. Тек аздап тұзы басымдау екен. Сол себепті шөлдеп тұрмын. Маған аздап су құйып бересің бе? Өзіңнің аяқ-қолың сау, бүтін емес пе? Өзің қалағаныңша су құйып іше бер. Алғашқы рет көрген адамға осылай дөрекі сөйлеуге бола ма екен? Менің уақытымды алмасаңыз дұрыс болар еді, деді. Уақытың тым қымбат екен. Не дейсіз? Түсінбедім. Жоқ, ештеңе емес. Жарайды, суды өзім ағалайын. Жігіт шыны ыдысқа су құйып алды да өзі орындыққа жайғасып, сандуғаштың әр қимылын бақылап отырды. Сандуғаш ыңғайсызданып, емін-еркін қозғала алмай, әрең тірлік істеп жүрді. Сіз неге сыныптастарыңызбен биге дайындалмайсыз? Менің жұбым жоқ. Мүмкін сен маған жұп боларсың. Өтініш, шығып кетіңізші. Мен жұмысымды аяқтап, інімнің жанына баруым керек. Мына қатты дыбыстан оянып кетсе, шошып қалуы мүмкін. Не деген пысық қыз едің, бәріне үлгеріп жүреді екенсің. Шығып кетесіз бе? Наздана бермесеңші, танысайық та, деді жігіт. Егер шықпасаңыз, онда мен шығып кетейін. Сау болыңыз. Тоқтасаңшы, қайда барасың? Менің сізбен басқа салғыласып тұратын уақытым жоқ. Жігіт есіктен шығып бара жатқан сандуғаштың қолынан өзіне қарай тартып қалды. Қайда асығып барасың? Назданудың шегі болады емес пе? Жіберіңіз мені, маған жоламаңыз. Жігіт сандуғаштың белінен қысып ұстап, өзіне қарай тарта бастады. Есікті аяғымен теуіп жауып, жарықты сөндірді. Есіңіз дұрыс па? Не істеп тұрсыз? Жіберіңіз мені. Айғайлап өзіңді шаршатпа. Сені көргелі бері қыпша беліңнен ұстап, шиедей қып-қызыл ерніңнен бір сүюге қалай ынтық болғанымды білесің бе? Жібер мені. Сені оңдырмаймын. Пах, шіркін, қорқып кеттім-ау. Саған ешкім көмектесе алмайды, қорқпа. Сенің арыңды таптамаймын. Тек ерніңнен бір сүйгізетін ғана ақы төледім. Арың соншалықты арзан емес болар. Не оттап кеттің? Жібер деймін. Қарсыласпай өзің берілсеңші. Тарт қолыңды, хайуан. Оңбаған, әкем мен ағам сені өлтіреді. Маған дәл сендей оңай олжаға түсе қоймайтын қыздар ұнайды. Қарсыласқан сайын ұнай түсудесің. Жігіт сандуғашты қабырғаға тақап, ернінен сүйіп, мойнынан иіскелей бастады. Қыздың көзінен ыстық жас тамшылары аға жөнелді. Еңгезердей жігітпен арпаласуға шамасы жетер емес. Құдайға жалбарынып көмектесуін сұрады. Бар білген сүрелерін оқып, даусы дірілдеп, шарасыз күйге енді. Жігіт сандуғаштың төсіне қол салмақ болғанда, Мақсат кіріп келіп, жарықты жақып қалды. Әпкесінің қиналып жылап тұрғанын көріп, үстел үстінде тұрған пышақты алып, әпкесін азаптап жатқан жігітке қарай жүгіре барып, санына пышақ сұғып алды. Ойбайлап, жігіт жерге құлап кетті. Жас баланың қай бір күші бар дейсіз, киімінен өтіп терісін тілгені болмаса, аса қатты жарақат ала қоймаған жігіт. Қайта бойын тіктеп орнынан тұрды. Ей жүгермек, сен не істедің? Осы ісің үшін жауап бересің әлі. Біз емес, мына сен істеген ісің үшін жауап бересің. Егер жауапқа тартқың келсе, мен емес, әпкеңді жауапқа тарт. Осының бәрін ұйымдастырып, сенің ерніңді сүйдіру үшін, денеңе қол тигіздіру үшін ақы алып отыр емес пе? Не айтып отырсың? Маржан олай жасамайды. Жасағанда қалай жасасын? Сен ақымақ, солар шынымен концертке дайындалып жатыр дейсің бе? Олар да дәл мен секілді жігіттердің қолында қуыршақ болып тұр.
сенбесең өзің барып қара. Сандуғаш інісін басқа бөлмеге кіргізіп өзі қонақ бөлмеге барып бірден жарықты қосып қалды. Әр бұрышта аймаласып отырған қос жұпты көріп, өз көзіне өзі сене алмады. Маржанның жанына барып шапалақпен бетінен салып жіберді. Оңбаған жексұрын бәле!